Қайырлы күн құрметті ұстаздар, ару аналар және де нәзік жанды қыздар, қарындастар. Сіздерді алда келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Көктемнің жаймашуақ күніндей, көктемдегі гүлдей жайнап құлпырып жүре беріңіздер. Номері 143 мектебімізде істейтін ұстаздарымызды, яғни көп балалы аналарымызды біз мерекесімен құттықтап қайтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздің келіп жеткен мейрамыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге менің бір-екі сұрағым бар деп қойсам болады ма? Сәлеметсіздер, құттықтау мейрамыңыз деп қоямыз. Сіз осы өзіңіздің мерекеңізде қандай сыйлық күтесіз? Әрине, ең бірінші сыйлық балаларымнан күтемін. Балаларымнан және оқушыларымнан, олардың өздерінің еңбегіменен алып келген сыйлықтары, қолдарынан жасап алып келген және де өз еңбектерімен жеткен жетістіктері маған үлкен сыйлық болады. Сондай сыйлықтар. Сіз осы мерекеде барша аруларға тілеген тілегіңіз? Барша аналарға, барша аруларға тілеген тілегім. Барлығына да ана болу бақыты бұйырсын. Өмірде жетер жетістіктері мол болсын. Аналарымыздың өте білімді, сауатты болғанын тілеймін. Дендерінің сау болғанын тілеймін. Сол аналардың, қыздардың дендері сау болғанын тілеймін. Аруларымызға гүлдей жайнап, көктемнің аппақ осындай нұрлы күніндей етіп жайнап жүре беруіне тілектеспін. Саламатсыз ба Шолпан апай? Сіздерге алда келе жатқан мерекеңізді шын жүректен құттықтаймыз. Сіз осы мерекеде өзіңізге қандай сыйлықтар күтесіз? Саламатсыздар, рахмет. Енді әрбір әйел көктемнің күнінде өзіне бір жақсы көңіл күй сыйлағанды жақсы көреді. Сондықтан өзімнің әріптестерімнен, отбасымнан, шәкірттерімнен маған деген жылы ыстық лебіздер болса жеткілікті. Тамаша. Сіз осы мерекеде барша нәзік жандыларға тілейміз. Енді әрбір әйел нәзік жанды үйінің ұйқысы ғой. Сол ошағының үстіне жүзіп жатқан нәзік жандыларға тек қана дендеріне саулық, алдағы уақытта отбасыларына тек қана тыныштық, жұмыстарына шығармашылық табыстар тілеймін. Әрбір әйел жақсы болуға, сұлу болуға лайықты. Тамаша. Рахмет Шолпан апай, бізге уақытыңызды бөліп отырғаныңыз үшін. Саламатсыз ба құрметті Дана апай? Сізді алда келе жатқан мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге бірер сұрағымыз бар еді, қойып өтсек. Енді 8 наурыз келіп отыр алдыңызда. Сол 8 наурызда қандай өзіңізге сыйлық алғыңыз келеді? Сұрағыңыз өте орынды. Сыйлық демекші, Алланың берген, бізге берген сыйы, яғни перзенттері, ұл қыздары. Осындай мекемеде әріптестерімен, шәкірттерімен жұмыс істеудің өзі үлкен сый емес пе? Тамаша Дана апай, өте керемет айттыңыз, өте орынды айттыңыз. Енді мына 8 наурызымыз келе жатыр алда, аналар мерекесі. Барша аналарымызға, ұстаздарымызға айтар құттықтауыңыз болса, тілегіңіз болса. Құрметті аналар, құрметті арулар, құрметті әріптестер. Адам өмірдегі сақталмас қазына білім. Яғни адам баласы барлық арман мақсаттарына тек білім арқылы ғана бүгінгі оқушы, білім мәселесіне қабілетті, санасы ашық, халқымыздың рухани адамгершілік құндылықтарын бойына сіңірілу, яғни біздің ол басты мақсатымыз болып саналады. Біздің жалпы білім саласындағы мақсатымыз ұлттарды саналы тәрбиелеу, білімді етіп тәрбиелеу біздің мақсатымыз. Тамаша Дана апай, өте керемет айттыңыз, өте орынды айттыңыз. Жақсылығын жияла жүр, зар болып жан анасын бір
аз bir